ұйқы безінің іш қуысында орналасуына байланысты ол қабынған кезде өзінің ауырсыну аймақтары мен нүктелері болады. Ол мына суреттегідей: Дежарден, Шофар, Губер-Гриц, Мия-Робсон аймағы, яғни кіндік аймағы, кіндіктен жоғары аймақтар кезінде эпигастрия аймағында ауырсыну болады. Одан кейінгі анықтайтын тәсіл лабораториялық, яғни қан құрамында амилаза мен липазаның жоғарылауы. Амилаза ферменті ол ұйқы безі қабынған кезде ең бірінші күні ең жоғары деңгейге көтеріледі, 2-4 күннің ішінде төмендей бастайды да 5-ші күнде уже қалпына келеді. Ал липаза ферменті 4-5 күннің ішінде жоғарылап бастайды да 10-15 күн бойы сақталады. Одан кейінгі ең информативті әдіс бұл нәжіс құрамынан эластаза 1-ді анықтау. Эластаза 1 ол ұйқы безінен бөлінетін фермент, және ол 12 ішекте ешқандай ыдырауға, өзгеріске ұшырамай нәжіс арқылы шығатын фермент болып табылады. Бұл қалыпты мөлшері 200 микрограмм болу керек қалыптыда, ал